Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге бір жасағаннан қатпарлы болып шығатын өте керемет дәмді пияз нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен 60 грамм жылы суымызға шай қасықтың жартысына қалып тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, оның үстіне 9 немесе 10 грамм ашытқымызды қосып, тағы да білет жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте біз 350 грамм ұнымызды ситаның немесе ұн илегіштің көмегімен жақсылап илеп дайындап алатын боламыз. Илеп алғаннан кейін оның үстін осыны қасықтың немесе қолдың көмегімен ортасын ашып, дайындап алған суымызды үстінен бөліп құю арқылы жақсылап араластыра отыра біздің қамырымызды илейтін боламыз. Қасықпен басында жақсылап ұндарымыз қамырға айланғанша илейсіздер. Сосын үстіне ас қасықпенен 5-6 қасық сұйық майымызды алдын ала дайындап алып қосатын боламыз. Енді қамырымызды жақсылап илейміз. Иленген қамырымыздың бетіне осындай пищевой пленка немесе салафанды жауып 5-10 минутқа ғана тындырып қоятын боламыз. Тынған тестамызды алып, оны 2 бөліктерге бөліп, 2 қолдың көмегімен қаттырақ қылып, дөңгелектеп, илеп, салафанға немесе пищевой пленкамызға тағы да 4-5 минутқа салып қоятын боламыз. Енді қамырымыз дайын болғанша бізге 2 пиязымызды жақсылап аршып, сіз осылай ұсақтап өздеріңіздің қалауларыңызша турап ыдысымызға саламыз да, дәміне қарай тұз, қара бұрыш немесе қызыл бұрыштарымызды қосып дайындап аламыз. 4-5 минут өткеннен кейін қамырымызды жақсылап жайып және оқтаудың көмегімен жұқа қылып илеп алатын боламыз. Міндетті түрде қамырларыңыз жұқа болуы керек, сонда ғана сіздерде қатпарлы әрі өте жаңағы қабат слойный бізде қамыр шығады. Енді жақсылап жайып алғаннан кейін біздің сары майымызды ерітіп, үстіне жақсылап жайып, жағып аламыз да, оның үстіне пиязымызды туралған қосып жан-жағына жақсылап тарата отыра жайып аламыз. Енді кезекте ең бірінші екі шетінен біздің қамырымызды екі жағынан видеода көріп тұрғандарыңыздай алдыға қаратай жаңағы біздің пияз нандарымызды жылжытасыздар. Ортасынан осылай теңдей қылып бөлесіздерді видеодағыдай дөңгелете бастайсыздар. Міндетті түрде екеуін де қосып дөңгелетуді ұмытпаңыздар. Дөңгелетіп болғаннан кейін үстіне міндетті түрде жақсылап басыңыздар, себебі бірігу үшін. Енді біздің пергамент қағаз төселген біздің табамыздың табағының үстіне қойып, жұмыртқамыздың сарысын қосып, қалағандарынша кунжут немесе мақ қосып, 220 градуста пешімізде 40-50 минутқа қойып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің пияз нандарымыз дайын болып шықты. Ас болсын, менің рецептімен жасап көріңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.